Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамында небәрі 4 заттан дайындалатын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық рецепті видеоның соңында жазып кететін боламын. Бізге қажет тауықтың төс еті. Тауықтың етін алып, 4 бұрыштап, орташа көлемде турап аламыз барлығын. Кейін ыдысқа салып, жақсылап 15-20 минутқа маринадтайтын боламыз. Аздап қара бұрыш қосамыз. Кейін осының үстінен тәтті паприка қосамыз. Және де тұзымызды саламыз. Мен бұл жерде барлығын еттің көлеміне қарай қостым. Және де сухой чеснок немесе осындай бір бас чеснокты чеснодавкадан өткізіп қосатын боламыз. Кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып 15-20 минутқа мариновкаға қалтыратын боламыз. Ендігі кезекте қиярымызды алып, оны да 4 бұрыш етіп тураймыз. Тым қатты үлкен емес, оны да орташа көлемде турап аласыздар. Туралған қиярымызды ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте көк жуаны пайдаланамыз. Оны да қатты ұсақ емес, үлкен де емес, орташа көлемде дәл видеодағыдай осылай турап шығасыздар барлығын. Кейін туралған жуамызды ыдысымызға саламыз. Одан кейін өздеріңізге ұнаған кез келген кириешки дейміз ғой, яғни сухаримізді саламыз. Мен кішкентайынан 2 пачкасын қолдандым. Өздеріңізге ұнаған дәмін саласыздар. Одан кейін жаңағы мариновкада тұрған етімізді құрғақ табаға салып, пісіріп аламыз. Бізде тауықтың төс еті тез пісады. Ыдысымызға оны да саламыз. Одан кейін аздап тұз себеміз. Және де майонез қолданамыз. Майонезімізді салып, 3-4 ас қасық майонез салдым. Жақсылап араластырамыз. Әсемдік ретінде бетіне картошка пайыз қолдансаңыздар болады, жасап көріңіздер.